Сәлем оқырман, бүгін сигара бөректі үй жағдайында қалай дайындау керектігін сіздерге көрсететін боламын. Алдымен керек ингредиенттер: піскен картошка, және лаваш, сыр, аскөк және тұз, бұрыш керек болады. Алдымен картошканы еземіз, яғни шаншқының көмегімен езіп пюре сияқты қылып істеп жасап аламыз. Содан кейін сырымызды үкіштің ең кіші көзінен өткіземіз. Аскөкті ұсақтап тураймыз. Және салмамызға қосамыз. Одан кейін тұз бұрышын қосамыз. Және барлығын біркелкі болғанша араластырамыз. Және лавашты алып, ұзыннан кесіп, үшбұрышты қылып кесіп аламыз барлығын. Осындай үшбұрышты болып шығу керек. Және осы формамыздың үлкен жағына салмамызды салып, бөрегімізді ораймыз. Оралған бөрегіміздің ұшы жабысу үшін жұмыртқаға батырып жабыстыратын боламыз. Отқа қойып, май құйып қыздырамыз, және бөректерімізді бәрін салып шығамыз. Екі жағын қызартып пісіріп аламыз. Бірінші бір жағын қызартамыз, және аударып екінші жағына айналдырып қызартамыз. Піскен кезде осындай болып, алтын түсті болып пісу керек. Қатты күйдіріп алмаңыздар. Жегенде өте дәмді, хрустящий болып шығады. Сіздер де жасап көріңіздер. Ұнаса, каналға тіркеліп, лайк басып қойыңыздар. Сіздермен болған Салтанат. Рахмет. Ас болсын.